Егер сіздің ұйқы безіңіз ауырса, оның соңы панкреатитке, ұйқы безінің қабынуына ұласады. Ол тез жазылмайды, емі де ұзақ уақытты қажет етеді. Бірнеше дәрілердің тізіміне қоса арнайы диета да ұсынылады. Сіздің сүйікті тағамдарыңыздың кейбірінен бас тартқыңыз келмесе, халықтық жолмен дертіңізге дауа табыңыз. Ол үшін мына 4 емді қолдансаңыз болғаны, ауруыңыздан әп-сәтте-ақ айығасыз. Ұйқы безі ауруының белгілері оң және сол жақ қабырғаның асты ауырады, іш өтеді, іш кеуіп желденеді, жиі кекіру мазалайды, жүрек айниды. Егер сіз осы белгілер мазаласа, уақытты оздырмай тексеріліңіз, қажетті ем шараларын жүргізуді кейінге қалдырмаңыз. Егер дәрігерге баруға уақытыңыз тапшы болатын болса, онда біз ұсынған мына емді жасап көрсеңіз болады. Ең бірінші, оның емі аскөк дәні. Емдік тұнбаны дайындау үшін 1 шай қасық аскөк дәнін 200 мл қайнаған суға саласыз. Ыдыстың қақпағын мықтап жауып, тұндырып қойыңыз. Шамамен 1 сағаттан соң дайын болған тұнбаны сүзіп алып, 1 жұтымнан күні бойы ішесіз. Келесі кезекте сұлы ботқасы. Әжелеріміз ұйқы безін сұлының көмегімен емдегенін біріңіз біліп, біріңіз білмейтін боларсыз. Сұлының қайсы түрі дұрыс болса, ұйқы безіне шипа болатын қасиетке ие екені дәлелденген. Ем үшін 1 литр суды отқа қоясыз. Қайнаған соң жарты кесе сұлы ұнтағын салыңыз. Баяу отта 10-15 минутта қайнату керек. Белгілеген уақыттан соң отын өшіріп, ыдыстың қақпағын жауып қоясыз. Дайын болған ботқаны таңғы асқа жейсіз. Емді күнде таңертең 1 апта бойы үзбей жүргізесіз. Ескеріңіз, ботқаға май да, тұз да, қант та қосуға болмайды. Келесі кезекте лимон мен сарымсақ. Бұл рецептте ұйқы безі ауруына ем болады. Оны дайындау үшін 2-3 дана лимон, 3 бас қасық сарымсақ, 100 грамм ақжелкен қажет болады. Панкреатиттен біржолата құтылғыңыз келсе, осы емдік қоспаны әзірлеңіз. Алдымен қажетті заттардың бәрін тазалап жуып, блендермен ұсақтаңыз. Біркелкі езілген қоспаны шыны ыдысқа салып, тоңазытқышқа қойып қойыңыз. Дайын болған қоспаны тамақтанудан 15 минут бұрын қабылдайсыз. Емді 3 ай жалғастырасыз. Сосын 2 ай үзіліс жасап, саулығыңызға қарай емді әрі қарай жасай беруге болады. Келесі кезекте қарақұмық. Ұйқы безі ауруына қарсы тұратын қарақұмық екенін сіз білесіз бе? Бойыңызды билеген аурудан 10 күнде құлан таза айығасыз. Ол үшін 10 күн бойы кефирге бұқтырылған қарақұмық жеуге әдеттеніңіз. Ботқаны дайындау үшін 1 стақан қарақұмық жармасына жарты литр кефир құясыз. Қақпағын жауып, түнге қалдырасыз. Таңертең жақсылап жібітілген қарақұмықты таңғы асқа жейсіз. Егер тым көп тамақтаны жеуге үйренбеген болсаңыз, бұл мөлшерді 2-ге бөліп таңертең және кешке жеуге де болады. 10 күннен соң емді тоқтатасыз. Арада 10 күн өткізіп, қажет болса, тағы да қайталап көріңіз. Бұл әдістерді барлығын қолдағаннан кейін 2-3 күнде оң нәтижелесін көре бастайсыз. Қабырғасының ауырғаны басылып, өзіңізді жайлы сезінесіз. Сонымен қатар үлкен дәретке қалыпты барып жүргеніңізді байқайсыз. Әрі теріңіз тегістеліп, бетіңіз тазарады. Осынау сұлулыққа ие болғыңыз келсе, бұл әдісті байқап көргеніңіз абзал. Сіздермен бірге болған денсаулық зор байлық айнасы. Келесі кездескенше сау болыңыздар.